Денсаулық дегеніміз адам жаны мен тәнінің амандығы. Достар, мен сендерге денсаулық сақтаудың жолдарымен таныстырайын. Тазалық денсаулық кепілі. Жеке бас тазалығын сақта. Таңертең тісіңді тазалап, беті-қолыңды жу. Шашыңды дұрыстап, күт, уақытылы тара, буып немесе өріп қой. Мектепке киетін киімің мен үй киіміңді ұқыпты ұста. Бөлмеңнің тазалығын қадағалап шаңын сүрт. Ас адамның арқауы, яғни дұрыс толыққанды тамақтану. Таңғы асты тастама. Адамның таңғы асы дәрумендерге бай болуы керек. Бүгінгі менің кешкі асым ет пен қарақұмықтан жасалған. Оның денсаулыққа пайдасы көп. Адам тамақтан соң жеміс-жидек көкөністерін жеп тұру керек. Ол ас қорытуға көмектеседі. Спорт денсаулық досы. Күніңді таңғы жаттығумен баста. Таза ауамен шынығудың жеңіл түрі. Адамның күні бойы оқуда, еңбекте белсенді жүруіне әсер етеді. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Адамның жылына 2 рет дәрігерге қаралғаны дұрыс. Кестеге сай жұқпалы ауруға қарсы екпелерін уақытымен қабылдау керек. Сақтансаң сақтайды. Көшедегі қауіпсіздік ережелерін сақтау. Электр құралдарын дұрыс пайдалану. Улы өсімдіктер мен жануарлардан сақ болу керек. Денсаулық зор байлық. Денің сау болсын десең, осы ережелерді ұмытпа. Денсаулықтарыңды күтіңдер. Сау болыңдар достар.